Қазақстанда міндетті мектеп формасы Білім және ғылым министрлігінің бұйрығымен 2016 жылдың басында енгізілді. Талап бойынша ол зайырлы қоғамда білім алу негіздеріне сай келуі тиіс. Абай атындағы номері 4-ші мектеп-лицейі білім алушыларының мектеп формасының үлгісі классикалық стильде және бірдей қою көк түсті болып келеді. Барлық білім алушылар үшін киімнің түрі бірыңғай болу мектеп формасының негізгі шарты. Қыздар үшін формаға белгіленген үлгідегі шотландка белдемшесі, көк түсті сарафан, көк жилет, жемпір, ақ түсті жетем, қысқа немесе ұзын жеңді тенниска. Ер балалар формасы көк түсті шалбар, көк түсті жилет, жемпір, ақ түсті жетем, қысқа немесе ұзын жеңді тенниска. Спорт залындағы сабақтар үшін міндетті спорттық форма ақ түсті футболка, спорт трикосы, ақ түсті спорт аяқ киім. Мектеп формасына түрлі діни конфессияларға қатысты киім элементтерін қосуға тыйым салынады. Мұнымен қатар классикалық үлгідегі киімдер психологиялық деңгейде тәртіпке шақырып, үлкен өмірге дайындайды. Сонымен қатар, бірыңғай форма әлеуметтік теңсіздікті жасыруға септігін тигізеді.